Сәлем достар, мен сіздерге бүгін тюрбаның ең оңай түрін көрсететін боламын. Ол үшін біріншіден бас өлшеміңізді туралап алыңыз. Сол бойынша 2 лента дайындаңыз және 2 лентаның тура ортасын тауып алып, оны көктеп алыңыз. Және қазір мен сіздерге инемен қадап қай жерді тігілу керектігін барлығы инемен қадап көрсетемін. Сол бойынша тігіп шығыңыздар. Қарап отырсаңыздар, түк қиындығы жоқ. Басқа ыңғайлы әрі әдемі тұратын ең оңай түрі осы. Міне достар, соны мен ине қадап барлығын түсінікті қылып көрсеттім. Қазір артқы жағына келсек, артқы жағын кішкене қатпарлап жібереміз. Өйткені кең болып кетпесін төбе жағы. Мінекей барлығы дайын болды. Моншақтармен әрлеп қойсаңыздар өте керемет болады. Жақынбыз және бөтенбіз, алыстан келсең алдыңнан су алып